таңғы сағат 4, ал 8 сағаттан кейін сенде емтихан бар. Және пианинодан концерт қою керек. Сен күндер бойы сабақ оқып, концертке дайындық жасадың. Бірақ ешқайсысына да толық дайын емессің. Енді не істесең болады? Сен тағы бір кесе кофе ішіп алып, алдағы бірнеше сағатыңды дайындыққа бөле аласың. Бірақ қайтсең де, қазір сенің кітапты жауып, музыканы да доғарып, ұйқыға кеткенің абзал. Ұйқы өміріміздің 1/3 бөлігін алады, бірақ көбіміз оған қажетті көңіл бөлмей жатамыз. Бұған біздің басты заттарды түсінбеуіміз себеп болуда. Ұйқы уақыт ысырабы, немесе барлық жұмысымыз біткенде ғана болатын жай демалыс емес. Ұйқы адамның қан айналымын, өсуі мен иммундық жүйесін реттейтін, барлық денені қалпына келтіретін, демалу жүйесіне де әсері бар үлкен процесс. Бұның бәрі керемет. Бірақ оны емтиханнан кейін де ойлауға болады ғой, солай емес пе? Бірақ бұл әңгіменің басы ғана. Ұйқының ми қызметіне де ықпалы зор. Себебі тынығу барысында денедегі қанның 1/5 миға бағытталады. Осы уақыт бөлігінде ми жадымыздың қызметіне аса маңызды болған интенсивті қайта құру жұмыстарын жасайды. Бір қарағанда біздің есте сақтау қабілетіміз айтарлықтай мықты емес. 19 ғасыр психологы Герман Эббингхаустың айтуы бойынша, әдетте біз жаңа ақпараттың 40%-ын 20 минут ішінде ұмытады екенбіз. Бұл феномен ұмыту қисығы деп аталады. Бірақ жадымызды нығайту кезінде бұл ұмытудың алдын ала аламыз. Ол кезде жаңа ақпарат өткінші қысқа мерзімді жадыдан тұрақтырақ болған ұзақ мерзімді жадыға ауысады. Жадыны нығайту үшін мидың хиппокампус атты басты бөлігі қолданылады. 1950 жылдары Бренда Милнердің HM атты науқасқа жүргізген зерттеуі хиппокампустың ұзақ мерзімді есте сақтау рөлін көрсетті. HM-нің хиппокампусын алдыртқаннан кейін, оның қысқа мерзімде есте сақтауы нашарлады, бірақ физикалық қозғалыстарды қайталау арқылы жаттап алатын. HM-нің ұзақ мерзімді жадыда зақымданды. Бірақ Бренданың басты қорытындысына сәйкес, хиппокампустың жоқтығы үдерісті жадыға қарағанда ақпараттық жадыға көбірек зиянын тигізді. Яғни HM-ге пианино ойнау барысында қайталанатын қозғалыстарды есінде сақтау, емтиханға керек болған түрлі ұғымдар мен фактілерді жаттауға қарағанда оңай. Бұл шешімге 90 жылдары Эрик Кандлдың де жұмысы қосылып, біз қазіргі заманның жадыны нығайту моделіне иеміз. Сезу мүшелері арқылы алынған ақпарат ең басында нейрон ретінде қысқа мерзімді жадыға жазылады. Бұл жерден хиппокампусқа өткен ақпарат нығайып, дами түседі. Нейроиілгіштік атты феноменнің арқасында жаңа синаптикалық рецепторлар түзіліп, нейрондар арасында жаңа байланыстар жасауға мүмкіндік ашады. Бұдан ақпарат нейрондық қатынасын нығайтып, ұзақ мерзімді жады ретінде қайтарылады. Енді неге біз кей заттарды есте сақтап, кейбіреуін ұмытып жатамыз? Жадының мөлшері мен тиімділігін арттырудың бірнеше жолдары бар. Мысалы, естеліктер көбінесе эмоциялық немесе стресстік жағдайларда пайда болады. Бұған хиппокампустың эмоциямен тығыз байланысы себеп. Бірақ жадыны нығайтуға әсер ететін басты факторлардың бірі ол дұрыс айтасың. Жақсы түнгі ұйқы. Ұйқы 4 кезеңнен тұрады. Олардың ең тереңі баяу толқынды ұйқы және қайталанатын көз қозғалысы деп аталады. Адам ұйықтап жатқан кезде қосылған ми құрылғылары бұл кезеңде ми бағанасы, хиппокампус, таламус және кортекстің арасындағы электрикалық импульстарды байқаған. Бұл импульстер жадының түзілуіне қолайлы жағдай жасайды. Ұйқының басты кезеңдерінде жадының басқа түрлері нығайтылады. Баяу толқынды ұйқы кезінде ақпараттық жады хиппокампустың алдыңғы бөлігіне уақытша орналасады. Кортекс пен хиппокампустың дамылсыз байланысы нәтижесінде бұл ақпарат кортекстің бойындағы ұзақ мерзімді жадыға қайта тарайды. Ал жылдам ұйқы кезінде, сәйкесінше, мидың белсенділігі ояту секілді үдерістік жады нығаяды. Осы зерттеулерден шығатын қорытынды
Емтиханға арналған формулаларды жаттаған соң 3 сағат және пианино концертіне дайындалып алған соң 1 сағат ұйықтап алған дұрыс. Байқағанымыздай, түнде дұрыс ұйықтамау адамның денсаулығына зиян келтіріп қана қоймай, осы түнде үйренген, дайындық жасаған дағдыларымыздың да есте қалуына кері әсерін тигізеді. Ұйқы кезінде мидың ішінде болатын түрлі қайта түзілу үдерістерін есепке алсақ, дұрыс ұйқыдан кейінгі әрбір таңда миымыз дамыған және жаңа мәселелерге толықтай дайын деп нақты айта аламыз.